Может быть, этот человек идиот, хайпажоров на дороге, которые, вопреки всем установленным правилам дорожного движения, превышают скорость, ездят демонстративно, шашкуют по городу, подвергают опасности жизни и здоровью. То есть этот человек хочет быть особенным, отличие от остальной массы водителей. Тогда пусть он и несет особую ответственность. Почему мы должны ежедневно ему прощать его нарушения и давать ему скидку? Нарушаем, как всегда. Құрметті жүргізушілер мен жол қозғалысының қатысушылары. Ішкі істер министрлігі қоғамда заң мен тәртіп қағидатын нығайту, сондай-ақ жолдардағы қауіпсіздік қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды белсенді жалғастыруда. Біз сіздерге маңызды хабармен шығып отырмыз. Соңғы уақытта алаңдатарлық тенденция байқалуда. Кейбір жүргізушілер әлеуметтік желілерде танымал болу мақсатында әдейі жол қозғалысы ережелерін бұзуда. Мұндай әрекет тек қауіпсіздікке ғана емес, сонымен қатар барлық жол қозғалысының қатысушыларына үлкен қауіп төндіреді. Жол қозғалысы ережелерін бұзу бұл әзіл емес. Мұндай әрекеттер үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған және барлық құқық бұзушылар заңға сәйкес жауапқа тартылатын болады. Жолдардағы қауіпсіздік бұл біздің ортақ жауапкершілігіміз. Барлық жүргізушілер заңды нормаға, сондай-ақ басқа жол қозғалысының қатысушыларына құрметпен қарауға шақырамыз. Өздеріңіздің және айналаңыздағы адамдарды қорғаңыз.